Сақтаныңдар, абай болыңыздар. Талғарстан трагедиясын Қанішер диктатор Тоқаев билігі қазақ пен басқа ұсақ халықтардың, қазақ жерін паналаған сырттан келген халықтардың ортасындағы кикілжіңге немесе жаппай төбелеске айналдырып, халықтың назарын жалған ұлтшылдық, жалған патриотизм арқылы басқа іске аударып жібермекші болып жатыр. Сондықтан Талғардағы трагедия болсын, әлде өртеніп өлген 5 сәбидің трагедиясы болсын, қазақ қоғамындағы осындай трагедиялардың барлығының түп қайнары қазақ жерін паналаған сырттан келген бұратана халықтардан емес, бұл трагедиялардың барлығының қайнар көзі Қазақстанның зұлым, қанішер, парақор, қарақшы, ұры, диктатор билік екендігін білуіміз керек. Қазақтың ұлтшыл азаматтары, қазақ халқының жауы, сырттан келген қазақ жерін тарихтың әр кезінде паналап, қазақ жерінде қалып қойған халықтар емес. Қазақтың байлығы болған мұнай, газды, алтын, күмісті, уранды ұрлаған осы азшылық қауымдар емес. Қазақты билеп төстеген олар емес. Қазақтың бүкіл қан терін байлығын ұрлап шетел асырған олар емес. Олар қарапайым халықтар. Олар да орыс фашистерінің, орыс отаршылдарының тепкісімен тарихтың әр кезінде әртүрлі жағдайда қазақ жерін келіп паналағандар. Мәжбүрлі түрде қоныс аударылғандар. Сондықтан билік халықтың қазіргі ішкі ашу ызасын үнемі басқа жаққа аударып жібереді. Сол арқылы қазақ халқының аңғал жастарына жаңағы сырттан келген халықтарды жауғып көрсетуге тырысады. Халық бір нәрсені есінде сақтауы керек. Олардың қолында байлық жоқ, олардың қолында билік жоқ. Олар мүмкін жеке кәсіппен айналысып, мүмкін 1-2 теңгесі қарапайым қазақтан артық шығар. Бірақ біздің 99 байлығымызды ұрлап отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық қарақшы ұры билік. Біздің бүкіл үрім бұтағымызбен тұқым тұқиянымызға дейін құлданғысы келіп отырған осы қарақшы кландар. Сондықтан Қазақстанда жасап жатқан қазақ халқымен бірге, қазақ жерінің иесі қазақ халқымен бірге, осы біздің жерімізді паналап өмір сүріп отырған басқа халықтардың ортақ жауы Назарбаевтық, Тоқаевтық диктатуралық қанішерлік жүйе. Қазақтың ұлтшыл жастары осыны анық білсін. Билік үнемі ұлтаралық кикілжіңдерді тудыру арқылы қазақ ұлтшыл жастарының назарын басқаға аударып жібереді. Біз жауымыздың билік екендігін білсек, ешқашан басқа халықтарменен төбелеспейміз. Биліктің арнайы рұқсат алған, лицензионный, қарапайым халықтың арасына сіңіп кірісіп алған арнайы арандатушылары бар. Олар ешқашан сотталмайды. Олар Қордай оқиғасында да және қазақ халқы мен басқа халықтардың ортасындағы барлық дау-жанжалдарда олар қозғап береді, бастап береді, бірақ ешқашан сотталмайды. Сотталатындардың барлығы қарапайым қазақтар. Сондықтан халық, алданбаңыздар. Жауларыңыз Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.